Жақсы, ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Бүгіннен бастап ұбт-ның географиядан екінші нұсқасын талдайтын боламыз алдағы уақытта. Бүгінгі сұрақ, бірінші сұрақ, яғни бірінші сабағымыз екінші нұсқаның аудан жөнінен, үлкендігі жөнінен ірі 7 ел қатарындағы мемлекет. Жалпы бұған дейінгі сабақтардың ішінде үлкен 7 елдер туралы мәліметтер болды, бірақ сұраққа тікелей жауап бере берейік. Білімнің ешқандай артықтығы жоқ. Әуелі үлкен жетілікте мемлекеттер қандай елдер кіреді? Үлкен жетілік деп аталатын жоғары деңгейде дамыған басты капиталистік елдер өркениет локомотивтері деп аталады. Яғни оларға ақш, Германия, Канада, үшеу болды, иә. ақш, Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия, Жапония және де мына жерге толыққан жазбаған екен, иә. Үлкен жетілік мемлекеттері. Одан бөлек Франция бар, Италия бар, иә, сонымен қатар Жапония бар. Көргендеріңіздей, жалпы бұларда әлемдегі 500-дің клубы деп аталатын аса ірі 500 ұлтаралық бірлестіктің 400-ден астамы осы елдерде орналасқан. Не үшін үлкен жетілік мемлекеттері? Себебі ең дамыған капиталистік мемлекеттер ретінде қатарына есептелгеннен кейін жоғары дамыған елдерде ірі қаржылық орталықтар орналасқан, яғни сауда орталықтары болсын. Нью-Йорк, Токио, Лондон, Торонто, Франкфурт, Милан сынды қалалар басты қаржы орталықтары болып саналады дейді. Демек, көріп тұрғандарыңыздай, үлкен жетілік мемлекеттері Солтүстік Америкадағы 2 мемлекетіміз, Азиядағы 1 мемлекетіміз, қалған 4-еуі Еуропада орналасқан, иә. Жалпы енді көріп тұрғандарыңыздай, енді бізде сұрақ тұр. Аудан жөнінен ірі 7 елі қатарында мемлекет. Демек, ол мемлекет бізде аудан жөнінен де алғашқы орындарда болу керек. Жалпы, мына жерде Аргентина дейтін жауапты тастай берейік. Негізі ол үлкен жетілік мемлекет емес. Алжирді тастай берейік. Ол да үлкен жетілік мемлекет емес. Қазір жауапты Германия, Жапония және Канада тұр. Енді осы 3 мемлекеттің ауданын қарайық, және қайсысы ірі, соған жауап беретін тоқталамыз. Ең бірінші Ресей Федерация Республикасы. Біздерде Ресей Федерациясы 17 миллион километр квадрат, яғни аумағы көріп тұрғаныңыз. Одан кейін екінші Канада 9,9 миллион километр квадратты құрайды екенді. Демек, бізде жауап Канада болады. Енді сонда да Германия мен Жапония тауып көрейік. Неліктен десеңіздер, оның да жауабын. Мынау енді алғашқы топ 10 мемлекеттеріміз. Көрдіңіздер, соның ішінде Қазақстан ауданы бойынша дүние жүзінде 9-ші орынды алатын мемлекет. Міне, Германия, Жапония. Жапония бізде 61-ші орында тұр. 377 мың километр квадратты құрайтын болса, бізде Германия 357 мың 21 километр квадратты құрайды екен. Демек, сұрақтың тікелей жауабы ауданы үлкендігі жөнінен ірі 7 ел қатарында мемлекет, ол бізде Канада.